Сәлем достар, бүгін тоқты жұлдызнамасына туылған жандар үшін маусым айының тару жорамалын назарларыңызға ұсынамын. Яғни маусым айында сіздерді қандай жаңалықтар күтуі мүмкін, қандай өміріңде өзгерістер орын алуы мүмкін, сол туралы қысқаша тару карталарын ашу арқылы ақпарат беретін боламын. Бірінші карта. Сіздерде бірінші карта не шықты? Шестерка жезлов деп аталады бұл карта. Бұл нені білдіреді? Бұл сәттілік картасы, жұмысқа орналасуыңыз мүмкін. Мысалға сіз көптен бері жұмысқа орналаса алмай жұмыс қарастырып жүрген болсаңыз, жұмысқа орналасуыңыз мүмкін. Және де бір салада басым болуыңыз мүмкін. Мысалға сіздер көріп тұрғандай, мына жерде адам, басты негізгі адам биікте тұр, яғни жылқымен келе жатыр. Яғни жұмысыңыз бұл нені білдіреді? Сіздің жұмысыңыз тез түрде, жылдам түрде алға жылжуы мүмкін. Және басқа адамдар сізді үлгі тұтып, сізді жаңағы негізге ала отырып, сізді үлгіге ала отырып, соңыңыздан еруі мүмкін, сіздің айтқаныңызбен жүруі мүмкін. Мысалы, сіз белгілі бір топ адамдарына басшылық етуіңіз мүмкін, және басқа нені білдіреді? Жұмысқа тұруыңыз мүмкін деп айттым жаңа. Болмаса бір жетістіктеріңіз үшін сый-сияпатқа алуыңыз мүмкін, сондай сый-сияпат, мақтау алуыңыз мүмкін. Және енді бұл айтатын болсақ, барлық жағдайда да өте керемет карта. Және бұл карта жайдан жай емес, бұл сіздің бір еңбектеріңіз үшін, сіздің осы уақытқа дейінгі жетістігіңіз үшін, қабілеттеріңіз үшін, яғни лайықты, сіз соған лайықты болып жұмыс атқарғандықтан сондай бір жетістіктерге жетіп тұрсыздар. Екінші карта, бұл жерде сіздерде тройка пентаклей деп аталады. Бұл нені білдіреді? Бұл келісім жасауға ыңғайлы карта. Сіз мүмкін біреулермен келісім шартқа отырасыз. Бұл сосын нені білдіреді? Бұл қолынан бір нәрсе келетін, яғни істей алатын, сондай жұмысқа қабілеті бар, еңбекқор, көбіне еңбекқор жандарды білдіреді. Яғни сіздер жалпы қандай адамсыздар? Сіздер сондай бір жақсы, нақты өзінің аяғында тұрған, өзіне не керек екенін білетін, алдыға мақсат қоя алатын адамсыздар. Яғни бұл көбіне сіздер, яғни жұмыс істеп, жай қиялдап кету емес, сіз шын мәнінде еңбек етіп, сол белгілі бір арманыңызға, мақсатыңызға сол еңбек арқылы жететін адамсыздар. Яғни сондай болуы мүмкін. Және басқа не айтсақ болады бұл жерде? Бұл жерде біз нені білдіреді басқа? Ұжыммен жұмыс жасауыңыз мүмкін, біреулермен ақылдасу жұмыс жасауыңыз мүмкін. Мүмкін сіз өзіңіз жеке жұмыс жасайсыз, мүмкін тапсырыс қабылдайсыз, сіз соны өзіңіз атқарасыз, бірақ сіз басқа адамның айтып отырғаны бойынша сіз тапсырысты орындайсыз. Яғни мүмкін сіз тігінші болсаңыз, сізге жаңа клиент дейді, келіп өзіне қандай көйлек керек екенін айтады, сіз дәл сол айтқан бойынша тігесіз. Яғни біреудің айтуы негізінде сондай сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Үшінші карта. Яғни бұл жерде сіз өзіңіздің еңбегіңіз арқылы ақша табу. Үшінші картаға туралы не айтсақ болады? Енді бұл үшінші карта двойка мечей деп аталады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай не көзі жабық, яғни бұл нені білдіреді? Бұл алда не күтетінін білмейді, алдында өмірі белгісіз, жоспарында, мысалға былай істесем қалай болады екен деген сияқты әлі белгісіз, не болатынын білмейсіз, сондай бір бұлдырлы сізге әлі. Сіз бір жұмыста жүрсіз, бірақ ол жұмыс сізге ұнамауы мүмкін, және сол жұмыста сіз тек қаражат табу үшін, мысалы сіз бір іспен айналысып жатсыз, бірақ сіз сол іспен қаражат табу үшін ғана айналысудасыз. Немесе ол сіз сол жерде барлығы сізді сыйлайды, сіз үйреністіңіз сол жұмыста, бірақ ол іштей сізге ол жұмыс ұнамауы мүмкін.
мүмкін сондай жағдай болуы да мүмкін, иә. Сіз тек сондай осы іште бәрі таниды мені, керемет, сыйлайды деген сияқты сондай бір өзіңізді жұбатумен жүруіңіз мүмкін. Және белгісіздік картасы болып білдіреді бұл көбіне. Яғни сіздің өзіңізді не күтіп тұрғанын білмейсіз. Қорқыныш болады алдағы өмірде, өміріңізді өзгерткіңіз келеді, таңдау жасағыңыз келеді, бірақ сізде қорқыныш бар, бірақ не дегенмен сіз таңдау жасап белгілі бір шешім қабылдауыңыз мүмкін өміріңізді өзгертуге. Сосын ақшаға байланысты келісім шарт жасауыңыз мүмкін, бірақ қорқасыз, сол қалай болады деген сияқты. Бірақ уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады деген үмітпен қарауыңыз керек, себебі ол қорқа берсеңіз, ол ештеңе болмайды. Сондықтан көзді жұмып қойып, шешім қабылдауға тырысыңыз. 4-ші карта, умеренность деп аталады бұл карта, 4-ші карта. Бұл яғни бір қалыптылық картасы. Сіз егер, мысалға, сізде былай ғой, тыныштық, тыныш жағдайдасыз қазір, бір қалыпты барлығы өміріңізде, бірақ ол нәрсе сізді бір жағынан сізге ұнамауы мүмкін, иә? Шамалы сіз басқа жаңағы сезімді басыңыздан өткергіңіз келеді, бір өзгерткіңіз келеді бір нәрсені, бірақ ондай емес, бір қалыпты күйде өтіп жатыр, иә, өміріңіз сондай жағдай болуы мүмкін. Бірақ сізге айтатын бір кеңес, асығам деп, бір нәрсені өзгертем деп тым қатты білдіріп алмаңыз. Және де қаражатыңыз болмайды емес, болады. Қаражатыңыз бар, қолыңызда белгілі бір қаражатты ұстап тұрсыз, яғни ол тым көп болып келмесе де белгілі бір өзіңіздің өміріңізге жететіндей, қазіргі өміріңізде жақсы өзіңізге жеткілікті түрде қаражатыңыз бар. Және сол бар қаражатты, мысалға, сізде қазір бір нәрсеге асығып, бір нәрсемен айналысам деп ойланбай ақшаңызды салып жіберуіңіз мүмкін, иә? Сондықтан да ол сондай іс-әрекеттен сақтаныңыз, себебі шамалы күте тұрыңыз, ойланып шешім қабылдаңыз. Және бәрі ойланып, жоспарлап шешім қабылдасаңыз, барлығы жақсы болады. Міне, сіздің өміріңізде осындай жалпы жағдай. Өміріңіз бір қалыпты, жақсы, орташа деңгейде өтіп жатыр. Яғни керемет ешқандай өзгеріс те болмайды, жақсы, жаман өзгеріс те болмайды. Сіз кәдімгі қалыпты түрде өміріңізді өткізіп жатсыз. Бірақ іште ол өміріңізді өзгерткіңіз келуі мүмкін, іште бір керемет сезімге бөленгіңіз келуі мүмкін. Бірақ сондай сезімге бөленейін деп, сондай сезімді аламын деп, жаңа рахат аламын деп, қазіргі өміріңізден айырылып қалмаңыз. Яғни ақшаңыздан айырылып қалу, сондай жағдай болып қалмасын. Сондықтан шешім қабылдайтын кезде барынша ойланып шешім қабылдаңыз. Міне тоқты жұлдызнамасындағы адамдар үшін маусым айының таро жорамалы осымен аяқталды. Егер осындай жағдайлар өміріңізде болып жатса, карталар сәйкес келіп жатса, өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетіңіздер.